Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Қазір асқабақтың мезгілі болғандықтан сіздерге асқабақ пішіндес оригинал самсалардың жасалу жолын ұсынамын. Алдыменен салқын суымызға бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып, оның үстіне ұнымызды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды салқынға салып, 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол аралықта біз сармайымызды ерітуге қойып жібереміз. Енді біз қамырымызды екі бөлікке бөліп, қамырымызды жайып бастаймыз. Самсамыздың қатпарлары көріну үшін біз қамырымызды өте жұқа етіп жаймаймыз. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Бірінші жайып алған қамырымызды дәл осылай бүктеп, жинап алып қоятын боламыз. Келесі екінші қамырымызды дәл солай етіп жайып, оған суыған сармайымызды жағып, сармайымыз қатқаннан кейін екінші қамырымызды үстіне жайып, оған да сармайымызды жағып, сармайымыз сәл қатқаннан кейін орап алып, оны салқынға салып, 20 минутқа мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Сол аралықта біз салмасын дайындап аламыз. Асқабағымызды үккіштен өткізіп, үстіне майдаланған пиязымызды, тұзымызды, қара бұрышымызды және 2 ас қасық қантымызды салып, және жарты кеседей сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, оны бөліктерге бөліп аламыз. Самсамыздың қамырын өте жұқа етіп жаймаймыз, орташа етіп жайып алатын боламыз. Енді ішіне салмасын салып, осылай мен көрсеткендей етіп бүктейміз. Қамырымызды бүктеп алғаннан кейін бізге жіп қажет болады. Кәдімгі тігіс тігетін жіппен қамырымызды осылай мен көрсеткендей етіп орайтын боламыз. Астын байлау шарт емес. Осылай жайменен қайшымен кесіп алып, екінші қамырымызды дәл солай етіп бүктеп, мен көрсеткендей етіп жіпті орайтын боламыз. Жібімізді өте бос және қатты етіп тартпаймыз. Осылай жайменен орап, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіруге жібереміз. Біздің асқабақ самсаларымыз пісіп шықты. Қараңыздаршы, өте әдемі, дастарханымыздың сәнін келтіретіндей әдемі болып пісіп шықты. Жібінің шешілуі де өте оңай, осылай тез шешіледі. Осындай ерекше болып шығатын асқабақ самсаларды пісіруге кеңес беремін. Өте әдемі әрі жұп-жұмсақ самса болып шығады. Видеом пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп, видеома қолдау білдіріп кетіңіз.